Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге қазанда манты дайындайтын боламыз. Бұл бізде өте бір ерекше рецепт болайын деп тұр, және көп созбай видеоны бастаймыз. Бізге керек заттар ет, пияз, картоп, сәбіз. Байқағандарыңыздай біреуін мантыға арнайы кішіректеу етіп турасақ, қуырғанға ыңғайлы болу үшін келесін дәурек етіп турап аламыз. Ендігі кезекте бөлек ыдысқа картоп, сәбіз, пиязымыз салып, дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымызды алып, оған жұмыртқамызды және тұзды суымызды қосып, жақсылап нанымызды қаттырақ етіп илейміз. Дайын болған нанымыздың бетіні жауып, әр 15 минут сайын басып тұрамыз. Ендігі кезекте қызып тұрған қазанымызға майымызды қосып, ең алдымен етімізді қуырамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін пиязымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып, пиязымызды да қуырып аламыз. Ендігі кезекте бір ас қасық томат пастасын қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Томатымыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Одан кейін картопты қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін тұзымызды сеуіп, үстіне су құйып, қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін астын жай қоямыз. Міне біздің нанымыздың иіні қанды, енді оны жаямыз. Жайып алған қамырымызды видеода көрсетілгендей ортасынан бір бүктеп, ұзын етіп кесіп шығамыз. Ұзын етіп кесіп алған қамырымызды 4 бұрыштап кесіп аламыз. Міне біздің подливіміз дайын болды. Енді мантымызды түйіп бастаймыз. Мантымыздың барлығын түйіп алғаннан кейін қайнап тұрған подливтің үстіне осылай қойып шығамыз. Барлығын қойып дайындап алғаннан кейін бетін жауып, жай отта 45 минутта пісіреміз. 45 минуттан кейін біздің мантымыз осындай болып шығады. Осымен біздің мантымыз дайын болып шықты, дәмі енді тіл үйреді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.